Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен таза ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз. Үстіне қантты саламыз. Тұз саламыз. Құрғақ ашытқыны саламыз. Және де сұйық май салып, осы қоспамыздың барлығын жақсылап араластырамыз. Видеоның соңына дейін толық көру үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жақсылап қозғап болғаннан кейін үстіне жылы айран құямыз. Айран міндетті түрде жылы болу керек. Және тағы жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Енді қолымызбен жақсылап қамыр елейтін боламыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан өлшеміне қарай қосасыздар, яғни жұмсақ қамыр елену керек бізде. Егер қолымызға қамыр жабысып тұрса, аз ғана қолымызды майлап және 1-2 басып, бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді қамырымызды жақсылап біріктіріп жинақтап шығамыз. Үстелдің үстіне ұнды сеуіп, қамырымыздың барлығын түсіріп аламыз. Ұнды сеуіп, жақсылап домалақтап аламыз. Теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Екі бөлікке бөліп алғаннан кейін әрқайсысын домалақтайтын боламыз. Арасына ұн сеуіп отыруды ұмытпаңыздар, яғни қамыр қолға жабысып тұрған болса, ұн сеуіп отырыңыздар. Енді әр бөлікті бөліп шығатын боламыз, яғни бізде 15-16 дана қамыр шығады. Жақсылап әрқайсысын осылай домалақтап, тақтайшаға қойып шығатын боламыз. Барлығын домалақтап жасап алдық. Енді үстелдің үстіне ұнды сеуіп, әрқайсысын дәл осы видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Яғни жұқалау етіп жаямыз. Мінекей қамырымызды жұқа етіп жайып алдық. Енді дәл осы видеодағыдай тек бас жағын ғана майлап шығамыз. Келесі бетіне аударамыз. Осылай видеодағыдай жасайсыздар. Енді бізде салмасына сүзбе, мейіз және қант үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Начинкасына, салмасына дәл осылай шетінен бастап 2-3 қасықтан саламыз. Енді қамырдың шетін осылай басып шығамыз. Және ары қарай ораймыз. Мінекей, дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Осылай орап шығып, мінекей, енді бас жағын біріктіріп қоямыз. Жасалу жолы қиын емес, оңай, яғни қамырымыздың барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Қалған қамырмен де дәл осылай жұмыс жасайтын боламыз.
Барлығы видеода түсінікті деп ойлаймын достар. Мінекей, жайып болғаннан кейін тек шетін ғана, жоғарғы жағын ғана майлап, осылай үшбұрышты етіп басып шығамыз да, келесі бетіне аударып, начинкасын саламыз. Шетін басып ораймыз. Мінекей, енді бас жағын біріктіріп қоямыз. Мінекей, булочкаларымыздың барлығын жасап алдық. Енді формамызға пергамент қағазын төсеп, жұмыртқаның тек сарыуызын ғана жағып шығатын боламыз. Мінекей, барлығына жағып алдық. Пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз. Қызып тұрған пеште 150-180 градустың арасында пісіріп аламыз. Енді ортасына сәндік үшін макты дәл осылай сеуіп қосаңыздар болады. Қызып тұрған пешке саламыз. Мінекей достар, біздің булочкаларымыз әдемі болып пісіп шықты. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Үй ішіне балаларға ұнайды деген ойдамын. Менің арнамнан видеосындай видеоларды көргілеріңіз келсе, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Уақытыңызды бөліп, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.